Армысыздар, құрметті телекөрермендер, студияда Уақыт кезет бағдарламасы сіздермен бірге, мен Мақсат Бейсенаев. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде қонақта Қазақ халқының мұрасы кітаптар сериясының авторы Нұржан Сұршауылы. Бүгін құрметті мейманымызбен ұлттық құндылықтарымызды ұлықтауды мақсат еткен ұлттық күнтізбе жөнінде тақырыбымыз өрбімек. Армысыз, Нұреке, студиямызға қош келдіңіз. Өзіңізді студиямызда көргенімізде өте қуаныштымыз. Бүгінде ұлттық құндылықты насихаттауда, дәріптеуде тың бастамаларды қолға алып жатыр екенсіздер. Бірінші ұлттық мұраны насихаттайтын кітаптар сериясының авторы атанып жатырсыз. Ісіңізге жеміс. Алдымен сұхбатымызды осы ұлттық күнтізбені шығарудағы мақсатпен бір танысудан бастасақ. Біріншіден хабарға шақырып отырғандарыңызға рахмет. Жалпы мынау Қазақ халқы мұрасы кітаптар сериясы біз жұмысын жоба ретінде 2012 жылы бастаған болатынбыз. Енді нақты осы ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған қазақ күнтізбесіне тоқталатын болсақ, бұны шығарудағы мақсат қазір өздеріңізге белгілі, соңғы жылдары елімізде рухани жаңғыру, ұлы даланың жеті қыры сияқты іргелі елбасымыздың үлкен мақалалары жарық көрді. Жақында мемлекет басшысының жолдауында осы рухани құндылықтарымыз жаңғырту туралы осы мәселелер көтерілген болатын. Жалпы осыған қолдау білдіру мақсатында осы 2012 жылы осындай бір жобаны қолға алған болатынбыз. Жалпы енді мынау күнтізбеге келіп тоқталатын болсақ, күнтізбені шығарудағы мақсат өзімізге ұлттық құндылықтарды нақты жаңғыртуға бағытталған атаулы күндерді қалыптастыру. Өйткені қарап отырсаңыздар, біздің ұлттық құндылықтарымызды біз осы мынау алдарыңызда тұрған серия бойынша бір түгендеп шыққан болатынбыз. 27-28 ұлттық құндылық бар екен. Оның ішінде мысалға әке, ана тану деген сияқты, я болмаса отбасы құндылықтары, отан қорғау, осының барлығын айтатын болсақ, мынау тілімізбен, тарихымызбен жаңағы сабақтастырып алып келгенде бір шама ұлттық құндылықтар бар. Осы құндылықтарды жаңғыртып тұру үшін жалпы олардың бір соларға арнап бір атаулы күндерді ұсынуды жөн көрген болатынбыз. Бұл енді қоғамдық негізде ұсынылып отырған жоба. Біз бұл жүргенде ұлттық күнтізбемізге назар аударатын болсаңыздар, бұнда 20-ға жуық атаулы күндер қамтылған. Оның ішінде мысалға ақсақалдар күні, бата беру күні, туған жер күні, қазақ тілі күні, Қазақстан тарихы күні сияқты іргелі жалпы әрбір ұлттық құндылығымызды қамтитын іргелі атаулы күндер бар. Алдағы уақытта осы күнтізбе арқылы біз ұлттық салт дәстүрлерімізді, ұрпақ тәрбиесі, содан кейін ұлттық тарихымызды, тіл, қазақтың халық күйлері, халық әндері сияқты құндылықтарымызды насихаттайтын боламыз. Яғни мысалға соңғы уақытта өзіміздің елімізде мысалға домбыра күні сияқты бір жаңа бастама қолға алынған болатын. Осындай бастамалардың көп болған жақсы. Өйткені мынау күнтізбеге сәйкес бізде әр ай сайын белгілі бір ұлттық құндылыққа арналып отырады. Осы ұлттық құндылықты біз осы күнге арнайы белгілі бір шараларды ұйымдастырып өткізетін боламыз. Жалпы қазіргі таңда күнтізбеге қарап отырсақ, әулие Валентин күнін асыға күтетін жастарымыздың қатары артқаны анық қой. Десе де осы сіздердің ұлттық күнтізбеге қарап отырсақ, батырлар күні, қазақ тарихы күні, мысалы шынымен де төл тарихымыз төрге сүйрейтін бастама. Демек, бұл жастардың санасына саналы дүниені сіңіру ғой. Негізгі мақсат осы. Жалпы қазір жан-жағымызға қарайтын болсаң, жаһандану процесс деген бар ғой. Бізде қазіргі уақытта сырттан берілген ақпараттың көптігі, содан кейін өзіміздің ұлттық құндылықтарды насихаттайтын ақпарат жаңағы ағын екеуін салыстыратын болсақ, біздің өзіміздің төл ақпараттық ағынымыз ол жаңағы жаһандану процесінде жаңағы оның үлесі азғантай ғана болып тұр. Осындай жалпы осы ағынды өзіміздің үлесті оны арттыру керек. Осы арқылы жаңағы ұсынылып отырған күнтізбеде қазіргі уақытта біздің қарастырылып жатқан бір мәселе, ол осы негізінде кешенді жұмыс жоспарын жасау. Яғни жай ғана бір жылына бір рет, я болмаса жарты жылда бір рет ұранға бір жай өткізуге ғана бір сөзбен айтқанда енді өткізіп ұмытылып қалатын нәрсе емес. Яғни жүйелі түрде жастарды тартып отырып осы ұлттық құндылықтарды насихаттау. Бұл біздің өзіміздің күнделікті өмірімізде көрініс табуы тиіс. Мысалға жаңағы аяулы қазақ қыздарының күні деген сияқты мәселе, жаңағы өзіңіз айтқан әулие Валентин күні деген сияқты бізде қазір оның орнында өздеріңізге белгілі
қозы көрпеш баяндар күні деген бар. Сол мысалға осы күнтізбеде ол бар. Содан кейін енді осы күнтізбенің тұсаукесері өткен соң қосымша елдің тарапынан қосымша ұсыныстар айтылды. Мысалға біздің өзіміздің қымыз мұрындық сияқты жақсы салт дәстүрімізді насихаттайтын жақсы бір мерекеміз бар. Осыны сол күнді белгілі бір жаңағы күнтізбеде белгілі бір күн арнап соны енгізсе деген. Осындай қазір енді жұртшылық тарапынан айтылып жатқан осындай ұсыныстарды біз қосымша жинақтап, содан кейін оны осы күнтізбеге қосымша енгізетін боламыз. Демек өздеріңіздің пайымдарыңыздағы ұлттық күнтізбеде әлі де толықтырулар, өзгерістер енеді ме? Қазір енді екі қосымша осы қымыз мұрындықпен осы мынау қозы көрпеш баяндар күнін қостыру ұсыныс айтылды. Одан кейін мынау өзіңіздің туған жер күнін біз 7 тамызға белгілеген болатынбыз. Мысалға 24 тамызда өздеріңізге белгілі, тарихтан белгілі өзіміздің алаш көсемдері кезінде осы мынау Қазақстан жерін кеңес үкіметімен бірігіп белгілеп кеткен болатын. Сол мысалға туған жер күні сол 24 тамызға жылжытса қалай болады деген осындай 3-4 ұсыныс бар қазіргі уақытта. Алдағы уақытта 1-2 айдың мұғдарында біз осы күнтізбені мүмкін қосымша жаңағы өзгерістерді енгізіп барып қайтадан шығаратын боламыз. Жалпы енді қазіргі уақытта күнтізбе шеңберінде біз жоспарлап отырған жұмыстардың ең негізгісі осы жаңағы айтып кеткен ол кешенді жоспар. Кешенді жоспар ол өзіміздегі мынау қаладағы облыс көлеміндегі білім ордаларымен, жастар орталықтарымен, кітапханалармен бірлесіп іске асырылатын болады. Әрбір атаулы күнге міндетті түрде қала шама келіп жатса облыс көлемінде біз міндетті түрде шараларды өткізіп отырамыз. Содан кейін келесі бір осы күнтізбенді көлемінде іске асырылатын бір жұмыс ол жастардың бір қалалық клубын ашу, жас тұлпар деген атаумен. Осы арқылы біз жастарды ұйымдастыра отырып, жаңағы осы атаулы күндерді насихаттай отырып, олармен тәрбие жұмыстарын жүргізетін боламыз қоғамдық негізде. Нұреке, енді өзіңіз қазақ халқының мұрасы атты бірнеше кітаптарды жазудағы өзіндік қолтаңбаңызды қалдырып келесіз ғой. Осы кітаптар арасында ішіндегі бір тың деректермен де бір танысып қалсақ. Тың деректер жалпы 2000 осы уақытқа енді 2012 жылдан бері мына 7 жыл айналасында біз қазір 20-ға жуық кітапша жарық көрді. Оның ішінде қазіргі уақытта жаңағы жоғарыда айтып өткенімдей 26-27 ұлттық құндылық бар. Оның ішінде мысалға туған жер, тарих, тіл, салт дәстүр, ұлттық ас мәселелеріміз, ұлттық спорт, мынау өзіміздің ұлттық музыкамыз, халық әндері, халық күйлері бар. Одан кейін ұрпақ тәрбиесі, отан қорғау, ұлт денсаулығы сияқты барлығы осы қазіргі 20-ға жуық кітапша жарық көрді. Осының ішінде енді 2015 жыл өздеріңізге белгілі, мынау Қазақстан тарихынан белгілі, біздің қазақ хандығының 500 жылдығын атап өткен болатынбыз. Алдарыңызда жатқан мынау көк кітапша біз қазақ анықтамалығын жасаған болатынбыз. Яғни мынау сақтар заманынан бастап осы 2011 жылға дейін қамтылған, кейіннен жарық көрген, кез келген тарихи журналдарда жарық көрген жаңа мәліметтер топтастырып біз тарихи анықтамалық жасадық. Одан кейінгі соңғы алдағы 1-2 аптаның көлемінде тұсаукесер жоспарланып отыр. Біз өздеріңізге белгілі қазіргі уақытта енді жаһандану деп жатырмыз. Қазіргі уақытта өмір ағысының жалпы қарқыны өте үлкен ғой. Сондықтан кітап оқуға уақыт болмай жатады. Қазіргі уақытта қазір жобасы дайын, толық шығарылып тұр. Енді тек қана тұсаукесерін өткіземіз. Қазақ мемлекетінің 526 жылдық тарихы атты аудио кітапты жарыққа шығарған болатынбыз. Аудиодиск. Бұны қазір бұрынғыдай кітап оқып жаңағы оқып отырып емес, жаңағы жай ғана аудио таспаны тыңдап отырып, жаңағы қазақ тарихының кез келген кезеңімен таныса аласыз. Мынау осы 1465 жылдан бастап 1991 жылға дейін. Ол кітаптың жалпы көлемі 6 сағат 10 минут қазақтың халық күйлерімен әрленген. 6 сағат ішінде сусындауға болады. Иә, осы 6 сағат тыңдап отырып, кәдімгідей 15 ғасырдан бастап тарихымызды бермен қарай 91 жылға дейін кәдімгідей тыңдап, керек жеріңізді қайттан тыңдап, айналдырып, керек жеріңізді біліп пайдалануға болады. Бұл ең бірінші кітаптарды шығарудағы мақсат, ол 2012 жылға алғаш қолға алғандағы мақсат, ол кітаптар сериясын жаңа қолжетімді ету. Қазір мысалға сіз кітап дүкендеріне баратын болсаңыздар, бір балаңызға бір ертегі алып беретін болсаңыздар, ең кемі баға 500-ден басталады кітаптар. Біз мысалға қазір қолға алған тағы бір тың бастама, ол қазақ ертегілерінің аудио кітабын жасау. Қазіргі уақытта бір 15-ге жуық ертегі жазылды.
сынамалы түрде шығардық, жарыққа шығардық. Ол бар кітаптар. Ол кітаптардың құны кітап дүкендерінде мысалға қолжетімді 250 теңгеден аспайды. Осы мысалға қазақ халқы мұрасы мәдени мұра бағдарламасымен шыққан бізде іргелі үлкен қазақтың мың күйі, қазақтың мың әні деген кітаптарымыз бар. Олардың бағасы кітап дүкендеріне мысалға 10 000 теңге. Оны қарап отырсаңыздар, кез келген қазақ отбасы оны сатып алуға қауқары жете қоймайды. Біз енді өзімізге топтастырған осы жоба бойынша қазақ халқының күйлері атты жинағымызды ол жерде 300-ге жуық, қазіргі уақытта 300-ге жуық күйді топтастырдық, 200-ден астам халық әндерін топтастырдық. Осы жаңағы аудио жинақтарды осы кітаптар сериясының құрамында бар. Қазіргі уақытта енді осы уақыт ішінде алдағы уақытта бір іске асыратын жұмыстар, ол осы 27 құндылық бойынша қалған кітапшаларды толық жарыққа шығарып, сосын жаңағы олар насихаттайтын нақты шаралармен айналысу. Демек, сіздердің жұмыстарыңыз осы 27 бағыт аясында жүргізіліп отыр ғой? Иә, әр бағыт бойынша әрбір жаңа міндетті түрде бір шара белгіленетін болады. Осы жылы ғана біз біршама осы жобамен қатар, қазақ күнтізбесімен қатар тағы бір жобаны қолға алған болатынбыз. Ол жастарға арналған қалалық деңгейде қоғам ұлт қайраткерлерінің мұрасы деген жыл сайынғы қалалық ғылыми танымдық конференцияны өткізу. Алла бұйыртса, біз осы қазан айында ма, қараша айында ма, өзіміздің Қарағанды политехникалық университетінің базасында сондай бір ұсыныспен шығып отырмыз. Соны осы форматта облыстық деңгейде өткізсек деген осы ғылыми танымдық конференцияны. Ол ғылыми танымдық конференцияға биылғы жылы мерейтойлары аталып өтілетін ұлт қайраткерлерінің мұрасын насихаттау негізгі мақсаты осыған келіп саяды. Нұркен, осы ұлттық күнтізбеге қайта оралсақ тақырыбымызға. Шыны керек, ұлттық құндылықтарды дәріптеудегі жұмыстарыңыз әрине өте өзекті десе де, оны жастар арасында насихаттауда, ақпараттандыруда қандай жұмыстар бар? Көбіне көп күндері аталып, ішінара ғана аталып жатады, ал кең көлемде оған жастарды қоғамды бейімдеу, тартуда жұмыстар кері қалып жатады. Осыған не дейсіз? Оған толық келсем, біз енді осы уақытқа дейін өзіміз енді осы кітаптар сериясы көлемінде Елмай KZ деген сайт ашқан болатынбыз. Содан кейін мынауды өздеріңізге белгілі, қазір интернет ресурстарында насихат жұмыстарын көп жүргізу керек. Негізгі жұмыстардың дені, өйткені жастар қазір интернет ресурстарында көп отырады. Содан кейін насихаттау бойынша нақты қандай шаралар? Ол жаңағы өзімізде енді қарастырылған Елмай.KZ сайтында кәдімгідей әрбір ұлттық құндылыққа арналған осы мынау кітаптар сериясымен шыққан барлық материалдар жүктелген. Кез келген адам оны жаңағы интернет желісіне шығып пайдалана алады. Содан кейін мынау айтып отырғаным, қазіргі уақытта жастармен жүзбе-жүз кездесіп отырып жұмыс жасаған абзалырақ, өйткені өздеріңізге белгілі, мынау жаңағы айтып өткен қалалық жастар клубын ашудағы мақсат осы. Оған мынау қосымша қазір ақсақалдар кеңесі, осы кітаптар сериясының бір жобасы ақсақалдар кеңесін ашуды жоспарлап отырмыз. Осы ақсақалдар кеңесімен бірлесіп жастармен кездесу ұйымдастыру жоспарда бар. Жалпы ұлттық құндылықтар бойынша қазіргі уақытта өздеріңізге белгілі, мынау тәуелсіздігіміздің жылдарында өсіп өнген жастарға қазіргі уақытта оларға да ұлттық құндылықтарды сақтау мәселесі оларға да ойландырып жүрген жастар. Осы жастардың басын қосып, осы жұмыстарды әрі қарай алып жүреміз деген ойдамыз. Нұреке, өкінішке орай бізге белгілі уақыт өз мәресіне келіп отыр. Студиямызға келіп ақпаратыңызбен бөліскеніңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Ұлттық мүддемізді ұлықтаған, мақсат еткен ұлттық күнтізбеміз қазақ халқының мұрасы кітаптары сериясы өзіндік деңгейден көріне берсін. Тек халыққа өзіндік пайдасын тигізе берсін деген ниетпен бағдарламамыз түйіндейік. Құрметті телекөрермендер, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.